сөздің аяғы ең біріншіден пікірсайыс үшін алтын болатын уақытыңды құйып, біріншіден осы жерде отырған барлық регионнан келген болсын, атсалысушы ұйымдастырушылар болсын, қатысушылар болсын, барлығына қандай да бір бастаманың басында бір-біріне көмектесіп, жаны ашып, тек қана бір марапат, сыйлық тұрған жерде ғана емес, осындай да бір игі бастамалардың қасында жинай алатындай пікірсайысшы болғандар үшін өздерінің үшін бір шапалақ ұрып, бір қошемет. Ал енді жалпы ойынға келейік. Ойынға келетін болса, бүгінгі біздің ойымыз ол американда парламенттік формат, парламенттік дебат болғандықтан, бүгінгі қарарымыз біздің қайырымдылықтың кішісі немесе үлкені болмайды деп есептейді. Яғни болмайды. Сәйкесінше біз бұл жерде бүгін бір мүмкіншілікке ие болып отырмыз пікірсайысшы ретінде. Бұл мүмкіншілік басқа адамдарға бұйыра бермейтін, тек қана пікірсайысшыларға бұйыратын мүмкіншілік, және де оған тырысамын. Біз әлемдегі қайырымдылық деген түсінік өлшену керек па, өлшенбеу керек па деген сұраққа жауап береміз. Және де біз неге жауап береміз? Егер де өлшенетін болса, қандай құндылықтармен, қандай межелермен өлшену керек екендігіне, және олардың салдары не болатынын, және не үшін ол өлшену үшін себептер болатынына жауап береміз. Біз бүгін қазақтың қоғамы, бүгін әлемдегі бар неше түрлі түсініктер жайлы емес, белгілі бір діндегі түсініктер жайлы емес, біз бүгін жаңадан қайырымдылық туралы түсінік қалыптастырамыз. Және де сол түсінікті қалыптастыру барысында үкімет тарапын ұстанатын ең негізгі тірегі ол қайырымдылықта үлкендік немесе кішілік деген болмау қажет. Енді кішкене тоқталайық, қайырымдылық дегеніміз не? Барлығымыз білеміз. Қайырымдылық деген ол сондай бір игі нәрсе. Ол сен міндетті болмасаң да, бірақ белгілі бір мұқтаж адамға немесе жалпы субъектке немесе объектке сен өзіңнің көмегіңді ең бірінші ретте материалды немесе егер де нәтижесі материалға көшетін болса, моральды түрде көмек беруді айтамыз. Окей, осымен дефинициям. Екінші нәрсе, үлкен кіші дегеніміз не? Үлкен кіші дегеніміз, егер де не үшін материалды деп алып жатырмыз? Себебі моральдық тұрғыдан ғана алатын болсақ, дефиницияда, біреу арқасынан 1 рет қақты, біреу арқасынан 4 рет қақты деп айта алмаймыз. Әділетсіз болады үкімет тарапынан. Сол себепті біз тек материалдық тұрғыдан алып жатқандығымызды айтып жатырмыз оппозицияға біз әділетті болу үшін. Енді қараңыздар, үлкен кіші дегеніміз ол белгілі бір өлшеммен өлшенетін нәрсені айтамыз. Немесе 0 теңге, 1 теңге, немесе пайыз көрсетіп ше 0%, 100% деп. Окей, бұны түсініп алдық. Келесі нәрсе, құрметті бауырлар, қайырымдылық ол міндетті нәрсе. Не үшін ол үлкен немесе кіші болмау керек? Қайырымдылық бар, болды. Сен қайырымдылық жасадың, болды. Дейміз біз. Құрметті достар, адамның, менің бірінші аргументім бұл жерде, эгоцентризмынан сыртқа шығуы. Психологияда мынандай түсінік бар, кез келген адам эгоист. Себебі неге? Себебі адам туған кезде ол өзінің өмірін сақтап қалу үшін, өзі әдемі көріну үшін, қалтасында ақша жүру үшін, өзі денсаулығы мықты болу үшін, немесе басқалардың алдында өзінің абыройы болу үшін қатты тырысады. Белгілі бір сана сезімнің қалыптасу межесі келген кезде, ол тек қана өзін ойламайтын адамға айналу керек. Бұл әлеуметтену. Адамның совершенство дейміз ғой орысша. Perfect дәрежесіне, яғни керемет деңгейіне ең негізгі мақсатына жетуі осы тек қана өзін ойламаудан сыртқа шыққан кезінде, өзінің эгоистік ішіндегі туғаннан бастап жатқан нәрсесінен тысқары шығуы. Міне, қайырымдылық деген нәрсе, ол қаншалықты сен өзінің эгоизмнан алыстағанында емес. Мысалы үшін мен біреуге 500 теңге бердім, мен эгоизмнан 1 метрге ғана алыстадым өзімнен деген сөз емес. Егер де мен біреуге 500 мың теңге берсем, эгоизмнен 10 метр алыстадым деген сөз емес. Бастысы сен өзің туралы бір рет ұмыттың. Болды. Яғни сен қайырымдылық жасау кезінде, сен өзіңді ұмытып, бір рет болса да, сен біреуге өзіңнен басқа адамға жақсылық жасауды ойладың. Екінші нәрсе, қайырымдылықты өлшеген кезде біз немен өлшейміз? Біз өлшемеуіміз керекпіз, біз мынаған 500 теңге бердік, мынаған 500 мың теңге бердік. Біз өлшеуіміз керекпіз істеген әрекетіміздің нәтижелілігімен. Себебі, егер де сен беріп жатқан ақшаның қаншалықты көлемі үлкен болғанмен, немесе істеп жатқан әрекетінің қаншалықты күш жұмсалғанда емес мәселе, сен істегеніңнен қандай нәтиже келеді? Міне соған байланысты.
Кейде біз кішкентай нәрсе вклад жасап, былайша биржада басқа нәрселерде түсінік бар, экономикаға басқа нәрсе кішкентай ғана біз пайыз, бірақ дұрыс салаға, дұрыс әрекет ету арқылы, дұрыс арқылы біз не жасаймыз? Бір белгілі бір инвестиция жасаған кезде біз үлкен нәтижеге жете аламыз. Әрине бұл жерде мен ешкімге қайырымдылық жасау арқылы өзіме қайтарым болуды ойлап тұрған жоқ. Инвестиция деген сөз пайдаланып қарсыластарым қолдап кетпесін деп әдейі айтып қойып жатырмын. Үшінші нәрсе. Қайырымдылықтың уақыттылығы деген нәрсе болады. Себебі бізге берілген нәрсе ол біріншісі таңдау еркі, өзіміз туралы ойлаймыз ба, немесе қосымша тағы біреуді де ойлаймыз ба деген. Екінші нәрсе, Құдайдан жалпы қай жерден болсын, дебатта болсын, ол бізге берілген нәрсе уақыт. Егер де мен өзімнің алғашқы аргументтерімді соңғы минутында сөйлей бастасам, мен қаншалықты мықты аргумент айтқаныммен де бұл менің ойыма пайда болмайды. 30 секунд қосып қоя салыңыз. Сәйкесінше, бұл не деген сөз? Егер де мен мұқтаж адамға оның ең соңғы дем уақытында бірақ өте үлкен көлемде әрекет немесе қаржы жұмсасам, ол оған көмек емес, қайырымдылық емес. Сәйкесінше біз қайырымдылықты бұл біз жаңада жасап жатқан түсінікте немен өлшеуіміз керекпіз? Оның уақыттылығымен. Үшінші біздің тірелетін нәрселеміз не себепті қайырымдылық үлкен кіші болып бөлінбеу керек. Білесіздер ма? Адамдар жарысқанды жақсы көреді. Дебатта болсын. Мен мықтымын, 28 кубогым бар. Мен мықтымын, мен анау осындай адам болып тұрғанмын. Мен 28 кубогым жоқ әдейі. Мен мықтымын, осындай менің Геленвагенім бар. Мен мықтымын, осындай, мен қызым әдемі. Сондай нәрселермен жарысқанды жақсы көреді. Мен мықтымын, мен қайырымдылыққа сенен көп бердім деп айтуым. Егер де біз қайырымдылыққа өлшем деген нәрсені қоссақ, адамның қайырымдылық жасағысы келіп тұрған ниетіне тағы қосымша бір нәрсе араласады. Ал біз білеміз сіздер ма, құрметті қыздар, жігіттер, бір қарымайды, бір құмалақ жігіттер. Сәйкесінше біздің қайырымдылық жасауға деген мынандай үлкен ниетімізге бір құмалақ түсіп тұр, корысть түсіп тұр, кішкентай ғана. Қайырымдылықпен де жарысып алады. Атам 235 келді ғой деп. Басқа көп битті ғой деп мысалы. Білмеймін ба? Сәйкесінше біздің алғашқы түп мақсатымыз қайырымдылық емес. Барлық ағымыздың үстіне бір қарадақтың кесірінен барлық ниетіміз бұзылады. Сол себепті құрметті қыздар, сіздерге қайырымдылықты үлкен кіші деп бөлмей жалпы жасай беруге шақырамын. Рахмет, уақытымызда енді өзінің қарсылықтарымен ортада оппозиция лидері Бекарыс Тарасованы шақырамын. Уақытын 8 минут кейін пайдаланыңыз. Иә. Уақытын тоқтата тұр. Жігіттер, сабыр сақтап отырайық барлығымыз. Өтініш сіздер. Кетіп батыр ол дұрыс. Уақыт қайтадан. Ал Бекарыстан бастай беріңіз. Адамның істеген машинасына әнемнің келіп салған суреті келіп, ойбай ата сенікіне машина жасап алдым дегені күлкілі. Себебі біз әрдайым тек қана істің байыбын көріп, одан түскен тиген пайдасын қарап қана мөлшерлеп байыбын айта аламыз. Бүгінгі тақырып қайырымдылықтың үлкен кішісі болмайды, біз әрине жоқ болады дейміз. Ендеше ассалаумағалейкум жиылған әлеумет. Достар, Сабыржан Уәлихан мырза адамдардың ақша көп беріп, оны мақтан ететіні болса, ол керемет дейді. Сұрақ, қайырымдылық қажет ететін кісілер айтты ма осы тараптан? Олар туралы әңгіме болды ма? Оларға не керек? Оларға қажет етеді ме? Оларға қаншалықты пайда тиеді? Мәселе бұл жерде адамның эгосы, адамның басқа нәрсесі емес, біздің істеген ісімізден басқа адамға пайданың келуі, бұл адамның бір мәселесінің шешілуі, болмаса ол адамның көрген нәрсесі. Ол айтпайды. Бекарыстан эгоист 500 мың берді демейді. Ал Сабыржан молодец 50 мың берді деп айтпайды. Ол адам айтады, Алла разы болсын Бекарыстқа дейді. Маған осынша ақша беріп, мен аяғыма тұрғызған үшін дейді. Міне мәселе достар қай жерде жатыр. Мәселе қараңыздаршы, қоғамдылық өлшену керек пе дейді, қайырымдылық өлшену керек па дейді. Егер де біз бәрі қайырымдылық болатын болса, көшеде қаңғырған итке кішкене нан бергенменен үлкен адамға келіп бір аяғы тұрмай істемей қалған балаға жарты миллион берген адамды тең қылатын болсақ, ертең қоғамда стереотип пайда болады. Мен қайырымдылық істеп жатырмын. Мен барамда көшеде отқан бетке 20 теңге беріп кетемін. Мен оны қимай беріп тұрмын, 20 теңге болса да. Бірақ айтып қоймын, қайырымдылық істеп кетейінші бүгін. Тастап кеттім. Бірақ
менің қайырымдылығыменен ана қайырымдылық адамның қоғамның арасында тең дейтін болса, деңгейге сатыға бөлмейтін болса, ертеңгі күні стратег, ертеңгі күні адамдан санасы қалай болмақ? Осылай ажырату керек те достар. Бұны бірақ ажыратпайды. Біз айтамыз, қарапайым мысалы, қарның тоқ, ашқын болады дейміз. Болады деген сөз неге жоқ, бірақ айтамыз соны. Біз болады дейміз. Қалдырмай қойып ше. Қараңыздар, менің қарным аш. Менің қарным аш. Маған келіп, осы жерде отырған бір адам бір нан берсе, рахмет деймін. Кішкене болсын тамағымыз сөйлетті деймін. Жоқ, бірақ сағат келіп маған бір пакет тамақ алып жасап берсе, мен жалынамын оның әмде. Рахмет бауырым, Алла разы болсын саған. Мынау жасаған қайырымдылығына. Достар, бұл жерде болып тұрған нәрсе соны мұқтаж адамды қанағаттандыру толығыменен. Мәселе осында болу керек бүгінгі ойын мәселесі. Оның басқа нәрсесінде емес. Келесі қараңыз, эгоцентризмнің сыртқа шығуы дейді. Қара, менің эгоцентризмнің арылуым кетіп бара жатып, бүгінгі қоғамда не модно деген сұрақ болады. Қазір жалпы қоғамда не модно дейді. Модно қайырымдылық жасау. А ол что? Жастардың қазіргі тіліне сөйлейтін болса, ол итке нан беру менен 500 беру бірдей дейді. Давай мен қайырымдылық істеп қайтайын. Мына қайырымдылық. Достар, қараңыздар, бұл жерде эгоцентризмнің астарында былай да келіп тұрған нәрсе адамның пейіліне байланысты. Бұл жерде моральдық құндылықтар. Ол $1000 беріп арам болуы мүмкін, $1000 жақсы болуы мүмкін да. Бұны біз айта алмаймыз. Біз бірақ оның жасаған жақсылығынан адамға тиген, болмаса әлгі хайуанға тиген пайдасын айта аламыз. Ол хайуанды нан бергенше неге асырап алып кетпейді деген нәрсе сияқты үйіне. Осы нәрсе маған айтып отырсыз. Бұл айтады, мен нан берсем де дейді, ол хайуанды маңдайынан сипалап кетсем де бәрібір дейді. Бірақ мен айтамын, сен өйтпе, сен оны асырап алсайшы, до конца көмектес, түбіне дейін көмектес оған. Шешіп бер мәселесін. Вот сонда қайырымдылық үлкен күшті ескеріледі деп айтқым келеді достар. Келесі қараңыздар, нәтижелігімен бұл енді жалпы былай да қараңыздаршы, Уәлихан мырза өте абстрактты дүниелер болғаннан кейін, жалпы популяция өте қиын болғаннан кейін, эмоционалдық фондарды өте яркий бере отырып, адам түсінбейтін терминдердің арқасында түсініксіз нәрселер айтты. Нәтижелілігімен деген нәтиже бұл қайтқан бізге дейді. Бір ауылға 3 құдық керек. Бірақ оны біреуін ғана мен салам. Себебі оның шын мен таза ниетпен салам. Мен бірақ құдық салатын күшім бар, бірақ оған халық жетпейді оған. Себебі қырылады ертең, 2 көше, 3 көше қырылады. Ол біздің де құдық қой деп, бекарыстан салып бермейсің бе, оңдырмадың ба деп айтады. Міне қоғамдық пікір осындай болады. Но егер де мен ертеңгі күні бүкіл қоғамды қамтитын үлкен көмек жасасам, қоғам разы болады маған достар. Себебі мен бір ғана ауылда емес, бүкіл ауылдың қажеттілігін қамтамасыз етіп отырмын. Мен бүкілінің мұқтаждығын қамтамасыз етіп отырмын. Келесі қараңыздар, қайырымдылықтың уақыттылығына байланысты дейді. Авария болды. Кетті, айдынға қан жетпей жатыр. Соңғы минуттар тық. 10 минут уақыт қалды. Мен 9 минут дегенде келіп оған көмектесем. Мен тіралып қалам ба? Себебі мен соңғы уақыттарда келіп оған көмектесіп кеттім. Уақыттылық ол ойнамайды. Сен қазір беріп кет, сен соңында беріп кет. Сен ең басты оның жойылып кетпеуіне дейін оған көмектесуің. Яғни сенің нәтиженің бұның уақыттылығында былай да Дәурен бауырыма мен осы күні бәрімен жинап 310 мың беріп тұрмыз. Бірақ оның операциялық кішкене жетпей қалған кезінде соңғы уақытта бір жүрегі кең адам шығып 500 мың тастайтын болса, міне оған көмек. Ал операцияға дайындалып, ақша таппай қалып қойса, вот сонда белгілі болады мәселе. Мәселе осы уақыттық бізге ойнап отыр. Бірақ оны қоғам ескеріп отқан жоқ, бұл тарап ескеріп отқан жоқ, соңғы мезетте ескеріп отқан жоқ. Себебі соңғы мезеттің бізге де пайдаланып кететін сияқты. Келесі мәселе дейді, уақыт ойнайды, менің кубогым, менің көп саным, мен нәрсем деген сияқты. Туризм болып кетеді. Қоғамдық санында мына нәрсе бар да, адамдардың арасында біз автомат түрде қоғамға жүріп тастайды ондай кісілерді. Біз олардың қайырымдылық деп қабылдамаймыз достар. Олар жасай берсе біз оны қабылдамаймыз. Біздің сана бойынша айтқанын да қабылдамаймыз. Яғни бұлтырақтың сөзін де қабылдамаймыз. Мен 20-40 кубогы бар мерейді айтып қоймайсыз, көбісі мойындамайды да. Бірақ 40 мың адам тәрбиелеген адамды мойындайды ма? Оны мойындайды, сен үлкен қайырымдылық істеді. 40 мың адамға сабақ берген болады. 4 адамға лекция оқып, 4-еуін Нобель сыйлығы алып шығарғаннан гөрі 4 мың адамға сабақ оқып, 4 мың адам сауатты болған жақсы ма достар? 4 мың адам сауатты болған мың есе достар. Міне үлкен күшті қайырымдылықтың. Бірақ бұл тарап оны тағы ескермейді. Бұл тарап үшін мен бір адамға сабақ оқысам болды деген сияқты мәселе. Келесін мен айтамын. Қараңыздар. Уақыт өтеміз, жоқ. Олай қараңыздар. Қоғамдық сана бар. Мен бірінші аргументтім, қоғамдық сана бар достар. Қоғамдық санада бағана айтқан нәрселер қатты қаралады. Қоғамға бүгінгі күні жақсы киіну, жалпы жақсы киіну деген үстінде киім кию деп айтатын болсақ, оны модаға деңгейге бөлмейтін болсақ, адам топа джинсимен келе береді жақсыға, болмаса шортпен немен жүре береді. Біз оны деңгейге бөлеміз. Болмаса қоғамдағы әдемі киіну ол жалпы киім болып қала береді.
Қайырымдылық та солай. Мен егер бүгінгі күні қайырымдылыққа бәрі дей беретін болсам, адам үшін бәрі болып кетеді. 50 теңге беріп не істедім ғой, кешіріңіздер. 10 теңге беріп бірдей қайырымдылық істедім дегенде этап болып кетеді. Бұл шындық дегенде әділетсіздікке алып келеді да. Келесі, мына нәрсені қараңыздар. Мұқтаждық дейтін нәрсе. Сенің мұқтаж адамға жасаған ісіңнен бұрын оған қаншалықты көмектескенің маңыздырақ. Менің жарайды, мен оңбаған эгоистпін. Иә, мойындаймын, мен эгоистпін. Жарайды, мен эгоцентризмі басым адаммын. Мен тек өзім тәкаппармын. Бірақ менің берген ақшам, көлемді көп ақшам, маған берген 500 теңгесіне қарағанда 500 мың теңге адам мұқтаж адамды қанағаттандыратын болса, үлкен қайырымдылық істеп кімді айтады? Қоғам үшінші көз мен айтады. Себебі қайырымдылық емес деп айтатын ол үшінші көз, қоғамның көзі. Достар, осыны ажырату керек бұл жерде. Мен қоғамның алдында эгоист ретінде әдемі шығып сөйлеуім мүмкін. Достар, мен шын көңілден беріп жатырмын 500 мың доллар деп. Бірақ қоғам соны шын қабылдайды. Бекарыстан молодец екен, дәуренді емдейді деп қабылдайды олар. Сіздер қабылдайсыздар. Бірақ менің эгоизм ішкі дүнием ол бөлек дүние болып кетеді. 30 қоспаңыз алдында. Баяғыда бір адам болған екен. 4 адам қажылыққа бармақшы болады. Содан бәрі келісілген уақытта келісілген жерге барамыз, не осынша қолдан жинайсыздар, кеттік дейді. Ана адам үйіне келсе, баласы жылап отыр дейді. Не болды десе, әкем маған көрші ет бермеді. Тым болмаса кішкене берші дедім, анау дәмін татайшы дедім, мен берші дедім. Ана кісі не деген оңбаған ол? Адамымыз ғой, келмей ма деп барып айқай салады, жаға салады. Неге балама бермедің дейді. Айтады, көрші дейді, мен сені балаңа берсем, ол балаңа харам, бізге адал болады дейді. Неге дейді? Менің қанша май болды ақша алмағаныма, мен балама көмектесу үшін өліп қалған малдың етін беріп отырмын дейді. Ол сен балаң үшін харам, мен үшін халал дейді. Сол үшін де ол керек нәрсе болмайды. Сен балаң өкінеді дейді. Сонда ана айтады, әттең дейді, мен ақымақ дейді. Өзімше мол сауап аламын деп хаджыға бара жатқанымда, мына адамның көршінің түк қадірін көрмеген екенмін дейді. Қолындағы бар қаржысын оған беріп, оның өлігін бәрін алып береді, бәрін жасап береді. Бірақ есіктің алдында саясын демалып отырса, көршілер кетті айтады, сен бізбен қалай бұрын келесің? Түсінбедім дейді. Сен біздің алдымызда кетіп бара жатырдың ғой кеше дейді. Неткен айналған кезде дейді. Достар, қайырымдылықтың үлкенін жасау арқылы, үлкен ізгілікті жасау арқылы біз қоғамдағы үлкен сауаптарға ие боламыз. Біз қоғамды өзгерте аламыз. Мұқтаждарға қанағаттандыра аламыз. Осы нәрсені қатаң ескеру керек. Ең бастысы соған қажет адамдардың қажеттілігін қанағаттандырсақ болады. Оларға пайда тигені маңызды. Осыны ұмытпайық. Енді ортаға өзінің қатысуымен үкімет мүшесі Абылжан мырзаны шақырайық. Абылжан мырза, уақытыңыз 8 минут, кейін пайдалансаңыз. Армысыздар, құрметті достар, құрметті парламенттер, құрметті төреші кештердің мырзалар. Достар, жалпы тақырып қыздар жетер. Былай қарайықшы. Тақырып біз үкімет тарапынан былай ойнап жатқан жоқпыз. Қайырымдылық негізінде көп ақша беруге болмайды деп айтқан жоқпыз біз. Иә? Көп ақша беруге болмайды деп айтқан жоқпыз. Және біз айтқан жоқпыз. Қайырымдылық жасау міндетті деп айтқан жоқпыз. Иә? Енді қыздар жетер. Біз неге сана деген бағана нені алмай-ақ қояқ мораль деген бізге неге қатты ойнап кетеді деп айттық. Бекарыстан мырза өз қолына қозғағаннан кейін айтайын. Бекарыстан мырзаның өзінің дәл осы сөз айтуы ұят нәрсе, бірден айтайын. Өйткені қайырымдылықты былайша айтқан кезде үшінші қоғам деді да, қоғам баға береді. Ал қайырымдылықты қоғам білмеу керек қой негізі. Егер сен қоғамның пікір үшін мен үлкен қайырымдылық жасат деп айту үшін ғана беретін болса, ол просто показуха, ол не емес. Кеше ғана Әбілқайыр мырза айтты ғой осы жерде. Қанша медресе салдым, қанша не салдым, ешқайсысы жұмаққа кіргізген жоқ. Дұрыс па? Негізі өйткені ниеттерін дұрыс болған. Ал бұл жақта ниеті кімнің не болып тұрса? Мен бұны шынымен қыздар жүр, труизм болады, ниет емес, мен просто мораль тұрғын айтамын. Қайырымдылық деген сөзді Уәлихан мырза айтты. Түсінігін біз құртамыз, егер біз оған өлшем бірлік берсек деді. Жақсылық деген сияқты ғой кәдімгі. Адамға жақсылық жасау қарапайым. Құлап ручкасын алып берсең де ол жақсылық былайша. Но аз жақсылық немесе анаға несі бір үлкен жақсылық деп айтылмайды ол. Ең басты біз айтқан сіздерге, ол қайырымдылық па, ол қайырымдылық. Мынау үлкен қайырымдылық жасады деп айта ма адамдар? Мынау кіші қайырымдылық жасады деп айта ма? Айта ма адамдар? Жоқ, оны айтпайды ешкім. Ең басты қайырымдылық жасалды. Енді қыздар жетер, қоғамнан алыс алып кет. Енді Дәуренге 500 мыңға байланысты былай айтайықшы. Егер адам 500 мың теңге Бекарыстан мырза жаңа кісіге берсе, мен
50 мың теңгемді берсем, бұл тараптан қай жағы жақсы деген сұрақ қойып кетті да. Егер мен 50 мың айлығымның 50 мыңын берсем, Бекарыстан мырза миллион айлығын 500 мың берсем, қай тарап жақсы? Маған маңызды емес, маған қоғам саған көп бердің, аз бердің дегені. Маған маңызды емес, маңыздылық біліп отыр да, керек жер ше, былай жатқан кезде. Біз айттық сіздерге, ең басты айтқан идеямыз осы. Қайырымдылықтың ұғымын құртамыз біз деді, ұғымын құртамыз. Қайырымдылық деген сөзді құртамыз деді. Егер өлшем бірлік берсек, Бекарыстан мырзаның бүкіл сөзі көп ақша, көп ақша, көп ақша болды. Неге көп ақша? Біз айтып тұрмыз, көп ақша беруге болмайды деп тұрмыз ғой. Мүмкіншілігіңше бересің дедік, иә, Уәлихан мырза айтты сіздерге. Бірақ егер сенің мүмкіншілігің 500 мыңға жетпесе, сен 2 мың теңге, 10 теңге, 5 теңге берсең де түккізсе күлі болады ғой. Дәл сол ғой. Былай ойлап көріңізші өздерің. Мен қайырымдылыққа кеше 1000 теңге бердім дедім. Барлықтан 1000 теңге бердіңіздер, осы турнирге. Үлес па ол? Ол да үлес ең бастысы. Ертеңгі күні Дәуренге бір бизнесмен 500 мың берсе, ол да үлес. Көп үлес, аз үлес демейді, ол үлес. Келесіңізде, жасалған сурет жайлы айтты да, Бекарыстан мырза. Кішкентай бала сурет салды да, әке мен мысалы, қараңызшы, осы сіз сияқты көлігі машина еден дейді. Егер баласы ше, әкесіне шынымен қайырымдылық жаса, мүмкін ас беріп, мүмкін бірнеке болып, шынымен соған кішігірім әке мен ауыздағы балдарға жаңа бауырсақ тараттым десе, оның өзі прогресс. Өйткені оның өзі жақсылыққа бір қадам беріп отыр. Көрдіңіздер ме? Оны былай ысырып салмаңыздар ол идеяны. Келесі кезекте алушы тарапын ойлаған жоқсыздар ғой дейді. Жаңағы кісі қайтарда кісі деп, жаңағы кісі бір адам мысалы, біз мысалы қанша 300 мың бердік қой, 300 мың жинап бердік. Келесі бір адам миллион берді, одан кейін 20 миллион берді. Ол айтпайды ертең. Маған ана кісі 20 миллион, маған ана кісі 10 миллион, ол не деді жаңа? Барлықтарыңызға рахмет, өзіңіз айттыңыз жаңа, Алла разы болсын деп болды. Біреу аз берді деген әңгіме, неше қалды менде? Қаяқ бар? Қыздар ше, біз не дедік? Құдыққа байланысты. Былайша әңгімесінің барлығы бір тарапта да аргумент жоқ былайша, үкіметтішілік. Бекітілген аргумент жоқ бұл тарапта. Қоғамда сана деген болды, қоғам саны осы тарапымен қойылды. Келесі кезекте эгоист және уақытлы және бәсекелестік дедік. Мына қараңызшы, қоғамда бұрын машина болмаған кезде, машина болмады ғой, осы қаншама жылдар бұрын. Бұл кезде менде Мерс, менде Феррари деген ұғым болған жоқ қой. Болған жоқ. Егер біздер қазір қайырымдылық бар қайырымдылыққа біз ертең көп немесе аз деген өлшем бірлік біздің үкімет позициясы осы болды. Біз қайырымдылық жасауға маған не дегеніміз, біз оған өлшем бірлік бермей-ақ қояйық деді. Біздің идея осы болды. Көрші баранда тұр ең басында. Өлшем бірлікті түсіндірді Уәлихан мырза сіздерге. Егер дәл сол болсақ, заманымыз қазір көбірек қайырымдылық беруге, қайырымды болуға емес, көбірек просто ақша беруге тырысатын болады да. Алғыс алушы, жаңа өздерінің қоғамда алғыс алушы. Енді қараңыздар, былайда ситуация. Көз алды елестетіңіздер. 300 мың адам мысалы. Яғда 300 мың адам тұр, я? 300 мың адам 10 теңгеден бере алады. Дұрыс па? Егер бізде өлшем бірлік болса, қоғамда сондай, санада сондай қалыптасса, ол 300 мың адам 10 теңгеден бермейді. Өйткені ұят деген қоғамда сана бар ғой. Бір адам 300 мың берсе, береді ол деген қалай, 300 мың мақтамал. Бірақ мына тарапта 3 миллион жиналып тұр да. 300 мың адам 10 теңгеден берсе, 3 миллион ма? 3 миллион, мына тарап 300 мың берді да. Осындай бар, детен, қоғам мен аз ақшаны былай болады да, бағаламайды. Былай айтқан кезде. Бізде дәл былай болады ғой. Адамға жақсылықпен салыстырған сияқты. Жақсылықтың өлшем бірлігі жоқ қой, барымыз білеміз. Қайырымдылықтан сондай болмай қойсын дедіңіз. Үкіметтің идеясы сіздерге сол болды, қыздар жігіттер. Құрметті төреші Бекешев пен мырзалар. Қайырымдылыққа өлшем бірлік бермей-ақ қойды. Ол жаса не, жасама не деген біздерге міндеттемейміз деді. Міндетті емес қайырымдылық жасауға ешкім деді. Ол сөзді айтты. Одан кейін ақшамен бересің ба, оның арқасынан қағасың ба, бәрібір өзің білдің, иә? Дұрыс, ол әңгіме де болды. Ең келесі кезекте біз не дедік, қыздар жігіттер?
Біз айттық, өлшем берсек, қоғамның өзіңіз айтқан, біз айтқан сана өзгереді да, қоғамда просто бәсекелестік пайда болады. Яғни түпкі мағына қайырымдылық деген сөздің ұғымы өзгереді. Құриды қайырымдылық деген сөз. Ол былайша спонсорлық болады. Компаниялар жығылу үшін $1 миллион өзінен пиарлар үшін істейді ғой, қандай секілді. Ол былайша спонсорлық болады, өзін пиарит. Зарычер, қайырымдылық болсаңыздар, шынымен жарайға жарыс алмай, мен мынанша беріп жатыр емес. Қолдарыңызда қандай мүмкіншілік бар, сол мүмкіншілікті өздеріңіздің тиісті керек салаларында уақытылы салсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Ортаға айтымыздан шақырамыз, айтымызда уақытын сегіздің байланымыз. Сөз бергеніңізге рахмет. Маңызды жиналған парламентарий, қарсыластар жиналып болсын. Тақырып қайырымдылықтың үлкені және кішісі болмайды деп есептейді. Ол кісілер айтады, қайырымдылық сөзі, жалпы қайырымдылықтың құндылығы өзгеретін болады. Егер де адамдар түсінетін болса, ол кісі үлкен қайырымдылық жасады, ал екінші кісі ол қайда аз қайырымдылық жасады. Бұл жерде саралап келгенде, ең бастысы келгенде, екі адамның қайырымдылық жасап жатыр, бірақ та сол мұқтаж адам немесе мұқтаж мекеме немесе субъект объектілерін екеуінен қайсысы керек, қайсысына 5 қоясың, қайсысына -5 қоясың деген сияқты мәселе. Егер де қоғам білмейді дейді, бірақ та егер де бір ауылға медресе керек болатын болса, анау бай бізге медресені салып бер, қоғамда түсінік пайда болады. Ол кісі қайырымдылық жасады. Біздің елді мекенге, біздің ауылға медресе керек болды, ол кісі бізге келіп салып берді. Сол кезде сол кісінің қанша бәленбай миллион теңгесін қайырымдылыққа беріп, сол медресенің салынуы, сол егерде одан кейін басқа кедей халықтардың одан кейін бар үлесті тигізгені, бірақ та ең бастысы ақшасын берген кім болады? Яғни сол бай болады. Егер де сол бай болмайтын болса, онда сол медресе салынбайтын болады. Неге? Өйткені өздері айтады, үлес дейді. Сол медресенің салынуында кімнің үлесі, кім байдың немесе кедейлердің үлесі басым болды? Әрине байдікі. Неге? Өйткені көп ақша сомасын бай берді. Сәйкесінше сол медресенің салынуын кепіл ретінде сол байдың берген ақшасын айтуға болады. Келесі енді бала бауырсақ таратты дейді. Егер де бүкіл ауылға астық жоқ, тамақ жоқ болатын болса, егер де ол бала барып бауырсақ бәріне тарататын болса, ол оларға дұрыс деген сөз. Яғни тамақ берді. Ал егер де екінші адам бар, оларға аштық болып жатыр, бірақ оларға ол су беріп жатса, бұл кезде сонда керек ететін объект субъектіні оған бастысы не? Сонда бауырсақ па, немесе басқа адамның берген суы ма деген сияқты мәселе. Бұл кезде сонда баға береді кәдімгі қоғам. Ауыл тұрғындары баға береді. Бізге керек болғаны мына бауырсақ болды. Анау кішкентай бала бізге бауырсақты берді, молодец дейді. Ана кісі бізге су берді, құдық қазып берді. Бірақ та біз ашпыз ғой. Бізде су бар, біз ашпыз ғана. Осы мәселе. Келесі, жақсыда өлшем жоқ, көбірек ақша беру үшін бәсеке дейді, мотивация. Егер де біз қоғамдық санада енгізетін болса, бір кісі үлкен ақша берді, оған үлкен жақсы ретінде қарайсың. Егер де бір кісі аз беретін болса, оған басқа төмен баға береміз. Сәйкесінше басқа адамдарда қайырымдылық жасағанда олар жақсыға ұмтылатын болады. Яғни олар жақсыға ұмтылғанда көбірек бергісі келетін болады. Яғни қоғамда принцип қалынатын болады. Егер де бір қайырымдылыққа екі адам беретін болса, кім асып түсетін болады? Яғни кім жақсы деген бағаны алатын болады? Яғни қоғамда не керек, соған ең көп үлес қосқан адамдар, яғни бірінші үлкен баға әсер етеді. Бірінші, келесі, эгоцентризмға байланысты. Адамдар өзінің эгосын өшіреді, басқа халықтарды ойлайды сол кезде. Мысалы, бұл сен өзінің эгоңды ойлап жатқан ойламайсың келсем, бірақ та сен басқа адамдарды ойлайсың. Бірақ та сол
не арқылы сен жоқ үлкен сома бер, бірақ та сол арқылы басқа да ниеттерің болатын болса немесе басқа мақсаттарың болатын болса, бұл кезде сізде эгоцентризм ойнамай қалады. Сен байсың, сенің ақшаларың көп, бірақ та сен сол ақшаларың арқылы сен басқа да пиар арқылы басқа қоғам білсін, мен баймын, мен сонша бәленбай миллион ақша бердім, қоғам білсін сол кезде. Яғни егер де білетін болса, онда сондай адамдардың эгоцентризмі өшкен жоқ, олардың эгоцентризмі әлі бар, әлі өздерінің мақсаттарына қолданғысы келіп жатыр бұл байлар, өзінің ақшасы арқылы деген сияқты аргумент тұтатылды. Келесі, істеген әрекеттің нәтижесі соңғы уақыттылыққа байланысты. Егер де адамның соңғы уақытында керек жарағы болатын болса, егер де сол адамға жоқ, егер де адамға соңғы өмірінде 100 теңге, 200 теңге керек болатын болса, ал басқа жағынан басқа сомасы бар, бірақ та ең керек бола жатқан форс-мажорды уақытта ең керек зат болған сол соңғы қалған сомасы. Яғни ол мұқтаж болған адам өзі бағалайтын болды. Бұл кісі маған соңғы минутта мен өмірімді алып қалды. Яғни бұған жақсылығым одан да шексіз болады. Бұл кісілердің уақыттылығы жағынан күн ұтып тұр деген сияқты мәселе емес, просто жай ғана уақыттылы ішінде қайсы тарап ұтып атқаны, яғни қайырымдылықтың жасағанда уақыттылы болады, соның ішіндегі соңғы берген немесе де керек жағдайда, керек моментте кім ақша береді, сол жақсы деген өлшем бірлік алатын болады. Яғни қоғам қалыптасу керек. Уақыттылыға байланысты әрбір адам, әрбір қайырымдылық адам оған белгілі тарапта өлшем бірлік жасайтын болады. Сен керек уақытта бер, сен молодец, керек емес уақытта сен онша молодец. Келесі, қоғамдық санаға байланысты. Егер де қараңыздар, егер де мен баймын, Бекарыстан кедей. 100 миллион бердім, Бекарыстан 100 мың берді. Егер де біз өлшем бірлік жасамайтын болсақ, онда Бекарыстан 100 миллион берген молодец. Және мен 100 мың берген молодец болады. Сәйкесінше, әрбір қоғамда жақсы деген сөз минималды жаққа үлесі тиетін болады. Неге? Өйткені ол молодец болды, 100 мың ғана берді. Мен де жақсы баға болды, бірақ мен 100 болмын. Келесі сабырдан барады, мен жақсы болайын, Бекарыстан сияқты аз сома берейін, зато мен де жақсы боламын деген. Уәлихан шығады, жоқ, мен де жақсы болайын, Бекарыстан сияқты 100 мың. Әрбір қоғамды санада енгізілетін болады сонда. Жақсы бағаны алу үшін, жақсы өлшем бірлікті алу үшін минималды түрде ақша берген адам өмір бойы жақсы бағаны иеленетін болады. Құрметті ханымдар, мырзалар, өлшем бірлік, қайырымдылықтың өлшем бірлігі жалпы болу керек. Неге өйткені қоғам түсіну керек. Бұл адамға керек па, және уақыттылы керек па, және бұл адам нағыз оған мұқтаж ба, сенің ақшаңда, және сен соман беріп жатқан, ол сол адамның өзіне керектігіне байланысты. Сондықтан қайырымды болыңыздар. Құрметті көрермендер, 3 адамға бір минуттан форумнан сөйлеуге Қайырымдылыққа үлкен кісі, яғни бір адам қайырымды, екінші адам одан қайырымдырақ. Бірінші түсінік. Екінші түсінік қабылдаған адам. Жаңағыда біреу азырақ қайырым жасады оған. Оған Алла разы болсын Бекарыстан айтып кетті, бірақ өкінішке орай оған жасып қойған мен айтып жатырмын. Екіншіден екінші адам оған көп көмек көрсетті, бірақ ол сол үшін кейіннен дұға жасап жатыр. Үшінші, қоғам деген нәрсені айтқан кезде ниет деген, яғни адамның көңіл деген нәрсені сіз атырамызды. Енді біріншіден ол үлгі болуы мүмкін, екіншіден насихат жасауы мүмкін. Енді насихат жасағанда, басқа біреу насихат жасаған адам, ол тек қана өзінің адамдарға қайырымдырақ, яғни ол үлкенге қайырым жасады. Үшіншісі, бұл қоғам біз қаламасақ та өлшейді бұны. ақша айтып тұр. Қайырымдылықтың үлкен кішісіне деген қарапайым нәрсе, мысалға айтатын болса, жалғыз автобуста айтайықшы, барлық жастар тұрамыз, ал қариялар тұрып тұрады, барлығы ұйықтап отыра береді, ол бір ма? Екінші жеткіндерді айтайықшы, жеткіндерге барып ниет айтса, ол екі ма? Ауруханаға барайықшы, инвалидтерге жай ниет қана айтып, мешітке оларға не істесе
нәрсе емес. Ақша қолдан келеді, ал адамгершілік ол әрқашан бірінші орында. Достар, нәрсені айтып кетейінші. Адам бір күнде ақшасы қалтасында бола тұра кедей болуы мүмкін, ақша жоқ бола тұра бай болуы мүмкін. Ол бірінші рухани байлықта. Құрметті достар, маған қараңыздаршы. Бір нәрсе ұйымдастырып, бір жоба ұйымдастырып, осынша халықты жинау, ол үлкен қайырымдылықты көрсете алады да. Мысалы, бір адам, өзіне қайырымды екенін қайырымдылықты ұйымдастыра отырып, осынша 100 шақты адамды қайырымдылыққа шақырса, ертең осы отырған 100 шақты адам тағы да өз жасының қасына 10 адам қосып әкелетін болса, осы үлкен қайырымдылықты осы сан жағында, ақша жағынан емес, тек адамдар саны жағында, адамдарды қайырымдылыққа шақыру жағында үлкеннен кішісін ажыратуға болады. Достар, жалпы өзімнің пікірім, әрбір қайырымдылық деген сөз ол жүректен шығу керек. Жүректен шығатын нәрсе сіз ешқашан ниетті жүректен шығатын ниет ешқашан санмен болмаса мөлшермен өлшей алмайсыз. Егер сіз мен 500 000 теңге беріп, 300 000 теңге берді деп айтып, одан мақтанатын болса, бұл қайырымдылыққа жатпайды, құрметті достар. Ол беріп көмектен материалдық көмек. Сол санап тұрсыз да, ал жүректен шыққан қайырымдылықты санауға болмайды. Ал егер қатты қайырымдылықты санағыларыңыз келетін болса, менің ойымша көптеген қазіргі кезде пропаганда бар осы қайырымдылық жолында. Мысалы, осыған көмек берейік, болмаса қан тапсырайық деген сияқты, болмаса жетімдерге көмектейік. Осы сондай шақыратын адамдардың басқа адамдарға қайырымдылыққа ой салу, ол кішкентай қайырымдылық болып саналса, ал егер бір теңгесі болса, бір адамның шын жүрекке көмектескісі келетін болса, ол ең үлкен қайырымдылық. Саған еш қайырымдылық, ешқашан жүректегі ниет, ешқашан үлкен кішіге бөлінбейді. Ассалаумағалейкум жиналған қауым. Мен бір аңыз есіме түсіп кетті. Екі адам жаратушының алдында жауап беріп тұр екен. Сонда бір адам айтады: сенің қанша жақсылығың бар дейді. Менің бір-ақ жақсылығым бар дейді өмірде. Мен өңше жамандық қылсын, бір-ақ жақсылығым бар дейді. Сонда ар жақтан періштелер жүгіріп келіп, ана жақта бір азаматқа бір-ақ жақсылық жетпей жатыр екен, жұмақ қоюге дейді. Сонда ана адам ойланып тұрып, қош, мен не қыламын, бір-ақ жақсылығым бар, мен жұмақ қоя алмаймын ғой деп жақсылығын ана кісінің еншісіне береді. Сөйтіп ана кісі жұмақ қойды. Сөйтіп жауаптың алдына келген кезде екінші жақсылығын берген адам автомат түрде жұмақ қойып кетеді екен. Сөйтсе ол жақсылығын берген адам өте мықты сахаба, діндар адам болған екен. Сол адамға көмегін бір жақсылығын беру арқылы оны жұмаққа өткізіп, өзі жұмақ қойып кетті. Енді мен өзімнің ойымды айтатын болсам, достар, мен қайырымдылықты өлшейтін қоғамда өмір сүргім келмейді. Егер де біз қайырымдылықты өлшейтін болсақ, біз қайырымдылық оның өзін жоғалтып аламыз. Мына қарар былай болды, иә, қайырымдылықтың үлкен күшісі бар ма? Өтініш сіздерге алдағы уақытта қолдарыңызға ручканы алып, сөйлегенде сөйлемей қойсаңыздар, ол адам назарын аудартады өздеріңізге. Жалпы сіздерге қосымша әсіресе жақсы. Ал енді қайырымдылықтың кім үшін деген сұрақ бар да? Осыны бірінші ашып береді. Кім үшін үлкен күшісі бар ма? Менің ойымша жаңа әпкелеріміз айтып кетті, қайырымдылық қайыршы, қайырымдылық беретін адам. Жоқ, енді сол түсініктен шығып отыр ғой, түбірі сол ғой, шынына келгенде. Одан кейін қайырымдылықты сұрайтын кім? Ол кісіге қол ұшын созу, иә, ең басты ол соны сұрап отырады. Одан кейін екіншісіне ол кісіде шарасыздық болады. Шарасы болған адам ешқашан ол қайырымдылықтың қандай екенін ол санап бермейді. Ол үлкен ба, ол кіші ма деген сияқты нелер. Сол себепті мен өз жеке ойымда қайырымдылықтың ешқандай бір өлшемі болмауы керек болмайды. Сол себепті сіздерде де ешқашан қайырымдылықтың өлшемін орнатып қажет емес қоғамда. Ол үлкен болсын, кіші болсын. Ең бастысы адамға ниеттерін түзу болса, және қол ұшын созса. Көрермендер, ал енді тікелей сараптамаға көшейік. Сараптамада оппозиция бригадамызда уақытымыз 4 минут. Иә, мен эгоист екенмін, мен жалғыз екенмін. Рахмет. Достар, былай. Мына нәрсені қараңыз. Мұқтаж адамға пайда. Маған емес. Мұқтаж адамға. Мана қоймайды. Бұлай да? Партия ғой. Иә. Адамның арасында айтады бүгінгі тарап. Өлшенбесін, бәрі бірдей болсын дейді. Тең құқылы болсын дейді. Бірақ солардың арасында бүгінгі күні 500 мың, 400 мың бағаны айтып беріп мақтанатын кісілер үшін 500 теңге беруді абырой есептелетін болады. Идея мынада болды бізде. Ол неге 400 теңге беріп мақтанады? 500 мың берсін, оған пайдасы тиісін ана кісіге мұқтаж адамға. Оның өмірін өзгертсін.
оның пайдасын оған алып келсін, мәселесін шешсін деп жатырмыз. Ал бірақ 500 теңге беріп кететін болса, былай қараңыздар. Дұрыс 300 мың. Ана не істеп жатыр? Мынау бар. Қайсысы ұзын? Ұзын. Ұзын. Ұзын нәрсе. Бірақ ертең мынау айтады, мына екеуі тең болады дейді. Біз айтамыз, мен бүгінгі күні мынаны бір 10 метр дейтін болсам, ертеңгі күні 15 метрді қылайын деймін. Түбеде сондай болады. Бірақ бұлар айтады, 15 метр, 10 метр қайтеміз метрлерді есептеп дейді. Бәрі метр ғой дейді. Адам метрмен жарыса идея осы жерде болады. Идея. Бірақ оны түсінбейді. Келесі, мына нәрсе қараңыздар. Нәтижесіздік тағысын. Мен айтамын, күшікті мысалға келтіремін, бірақ мысал күшікті айтамын. Адам барып, бәріміз қайырымдылық істедік деп ол күшікті бір наннан беріп, көп нан беруіміз мүмкін. Біреу тастап кетті, көп нан жеді ол. Көп нанға тойып алып. Молодец күшік. Бірақ ол күшікке нан бермей, қасына алып, бауырына басып, оны төбет қылып асырайтын болса, итке қайсысы пайдарақ достар? Айтыңыздаршы. Осы мәселені айтқан болатын. Бірақ оны барлық дүние жоқ. Келесі мәселеде білейік, қаржы ойнамайды ғой дегенде келтіреді. Былай, рас, дұрыс, біздің әр ісіміз қайырымдылық, әр ісіміз бастама. Бүгінгі ақшамызда дәурен болғанымыздың әр ісіне жетеді, кішкене болса көмек болады. Бірақ ол бауырымыздың 300 мың теңгенің дәріден гөрі біреудің 300 мың доллар аяғын емдеткенде біз үшін рахат емес па достар? Ол аяққа тұрып кеткен. Мен осы нәрсені айтамын. Егер де қоғамдық санада біз бірдей 300 мың долларды бір дейтін болсақ, осы нәрсе тәртіп қататын болса қоғамда, онда бәрі болатын болады. Бәрі оған істедім ғой деген нәрсе болады. Бердім ғой. Рас, мен айтпаймын, адам айтпауы тиіс, мына жерде қалуы тиіс. Бірақ соның өзінде де эгоистердің өзінің қажет еткен кісіге пайдасы тисін деген идея болған тұғын. Бірақ оны тағы ешкім түсінген жоқ достар. Келіп алсын, оңбағансыз дейтсін дей сияқты әңгіме айтып жатыр. Келесі мәселе достар, қараңыздар. Қоғамдық сана дейтін мәселеде қоғамда егер де бір кісі, 5 кісі шығып алып, аспан ай төртбұрыш дейтін теорема айтатын болса, қоғамның санында қатып қалады, ай төртбұрыш деп. Бәріміз жүреміз, ай төртбұрыш екен, ай төртбұрыш екен, ай төртбұрыш екен. Но қоғамда сол саланы өзгертіп, ол қиыр екен, кейде домалақ болады деген пікір қалыптасатын болса, қоғам соған сенетін болады достар. Міне қоғамдық сана деген осы жерде болады. Біз қоғамдық санада істеген қайырымдылыққа мақтаныш емес, істеген ісімізден ана кісіге пайдасын айтуымыз керек. Мен істеген кезде 10 мың теңге бергенде, мен 15 мың беріп алатын едім ғой. Неге мен 15 мың бермедім? Неге мен 5 мың теңгені шешемнен сұрап алмадым? Неге мен 5 мыңға жұмыс істеп қоспадым деген идея болсын деген достар. Осы мәселе басқа ой болған ғой. Бірақ оны түсінген жоқ. Менің мүмкіндігім болды 20 мың беру теңгеге, 25 мың емес, 15 мың емес 20 мың беруге. Бірақ мен 15 мың теңге бере саламын. Өйткені ол бәрібір механизатқа маңызсыз. Бірақ мен Саматтың 300 мың беретін болсам, менің қолымдағы мүмкіндігім артық демеймін, мүмкіндігім жететін қарсылық жаңа дәйек. Келесі достар, мүмкіндік жайлы ол жаңа аргумент тоқталады дәлелшілер деп. Мүмкіндік ол. Мүмкіндік бұрып отыр ғой. Иә, дұрыс. Былай қараңыздар. Мен былай айтамын, үлкен кішісін біз түп идея қоғамда үлкен кішісін бар. Қазір де бар. Ол біз білмейтін де нәрселер бар. Қайырымдылық үлкен кішісі бар. Біз оны айтамыз, уақыт бос қойсаңызшы. Себебі үлкен кішінің көлемін есептелуі оның мұқтаж жанға тиетін пайдасының көлемімен бірдей. Себебі оған қаншалықты пайда алып келді ол нәрсе. Оны шешті ма? Болмаса рухани тұрған күлдіріп кетті ме? Рас, бүгін күлдірсек болады. Бірақ өмір бақи оған бақыт сыйлайтын күшіміз бар да, үлкен кіші ғой. Рахмет, Бекарсамыздан ұстаным бойынша мына жерде отырғандардан қайырымсыздау, басқалар 1000 теңге берген, 500 теңге берген төрешілер. Екіншісі бекерге қарсылығын. Бұл жерде идея туындады. Адамдар жарысады, осы ақылы меже қою арқылы жарысқан сайын көбірек ақша жиналады, сәйкесінше көбірек ақша жасалынған сайын қайырымдылықтың нәтижесі жақсырақ болады деген болады. Екіншісі. Ну, керемет идея. Жақсы, нәтиже жақсы. Бірақ бұл жерде жарысады деген сөз бар. Бүгін модны қайырымдылықпен жарысу, иә? Бірақ ертең агрессиямен жарысу болса, біреуді ұрып кету, біреуді кәлешетіп кету модны болса, ол кезде де бұл система жүйе орнынан тұрықпайды. Біздің айтып жатқанымыз қайырымдылық жасау кез келген адам үшін нормальный нәрсе болу керек. Мен соны айтамын. Жігіттер сағаттан учить керек. Ойын басынан қалай болды? Ойын концептуалының басынан тақырып негізгі қайырымдылық деген нәрсе бар. Қайырымдылық қандай
түсінігі қалай? Қайырымдылықты біз кім үшін, не үшін жасаймыз деген сұрақтарды біз бүгін жауап беріп, және де сол қайырымдылықты жасау барысында ол адамға қалай әсер ететіндігі жайлы айтуымыз керек еді. Себебі шын мәнісінде қайырымдылық ол адамның ішкі дүниесін өзгертетін, оның әлеуметтенуінің белгілі бір нақты адам ретінде қалыптасуында үлкен рөл ойнайтын нәрсе екендігін мен айтқан болатындығымын. Я не деді, бірінші аргументінде мен айттым эгоцентризмнан, яғни менің өзім туралы мынау жоғары ойымнан бір сәтті төмен түсіп, Бекарыстан мырзаның деңгейлес болып, соның жағдайын ойлау туралы айтқан болатынмын. Бірақ бұл жерде мен айттым, мен қалай болса да, мүмкін мен 20 метр биіктіктен секіремін, қалай болса да әйтеуір мен Бекарыстан мырзаның бірге деңгейлес болатындығын туралы айтқан болатынмын. Бірақ мен ең бастысы секірдім ғой. Мен сол туралы айттым. Бұл жерде яғни оның қаншалықты метрге, сызған сызығына, өзге нәрсеге тәуелді емес екендігі. Жалпы менің әрекетім орын алғандығы жайлы, менің өмірімде әйтеуір бір қайырымдылық жасағандығым жайлы болған. Яғни мен сол әрекетке бара алғандығы, жалпы адамның жамандыққа бара алатын немесе жақсылыққа бара алатындығы сияқты, дәл сол сияқты қайырымдылыққа барудың өзі, болды сен бір рет қайырымдылық жасадың ба, сен болды қайырымсың дейсің. Шын, сіздер барлықтарыңыз бүгін қайырымды болса. Екінші менің аргументім бұл жерде жаңадан мен өзімнің үкімет есебінде бір үлес қосу үшін ойынға қайырымдылықты бір өлшеу емес, бір оны бір критерийлер болу керек, оның сапасын қайырымдылықты анықтаудың әйтеуір бір дедім, ол қандай болуы мүмкін деген кезде біз нәтижелілік және уақыт туралы айтқанбыз. Енді нәтижелілік барысында Бекарыстан мырзаның ұтылған нәрсесі. Сабыржан мырзаның дәлел тақтада тұр, дәлелдеп берген нәрсесі, егер де күшікке кішкентай нан бергенде немесе 10 теңгені намыс санайтын, немесе қоғамда былай 10 теңге беріп деприменті ғой деп санайтын азаматтар жоқ болып, тек қана біз әрбір байды күтіп жүргеннен гөрі, сол 10 теңгеден бірақ өте үлкен көлемдегі жалпы қоғамды қозғаған, мына бір адамды қозғаған артықдан нәтижелілікті алдым. Енді бірақ мен бүгін әлі сараптама жасайм, уақыттылық туралы үкімет ұтылып қалды, біз ұтылып қалдық. Шын мәнісінде Бекарыстан мырзаның өзінің сөзіне келтірілген жаңағыдай соңғы секундтағы көмек не деген нәрсе, ол қалай өсіп көмек болатындығы жайлы айтқан кезде біз осы уақыт тарапынан ұтылып қалдық. Біз мойындаймыз. Бірақ бұл тек критерийлер ғана. Үшінші, мен айтқан түп мақсаттылықтың жоғалуы. Себебі бір қарым майға бір құмалақ түскен кезде оның барлығы шығып кететіндігі жайлы. Егер де біз сондай адамның эмоционалдық деңгейге секелетін нәрсесінен оған бір нашар ниет, біреуге мен көрсетсем екен, осыны жасырмай, осыны жария етсем екен, осыны рия ретінде пайдаланса, оның барлық мақсаты солаймен тек рияға қарай кетіп қалатындығы туралы айтқан болады. Бірақ бұл тарапта не айтылды? Бекарыстан мырза айтты. Шын мәнісінде қоғамның алдында Бекарыстан мырзаның сөзінде бір жасырын жаңа қайырымдылық туралы бір сөз болды ма? Жасырын қайырымдылықтың ішіндегі үлкен межелер туралы айтылған жоқ. Тек қана қоғамның алдында міне мен мақтанатындығы туралы кішкентай күшікке барлық сөздердің бәрі мақтану және де қоғамның алдындағы сол қайырымдылық жасаған адамның авторитеті жайлы болды. Енді екінші нәрсе, Сабыржан мырза өзінің сәйкесінше осы тарапта келтірілген нәрсесі бар ғой. Пиар туралы, алғыс туралы. Бекарыстан мырзаның келтірген бір аргументі бар. Ол ең бастысы біздің қаншалықты бізге мұқтаж адамның алғысын ала аламыз, осы секунд қосыламыз. Алғысын ала аламыз, нәтижеге жете аламыз. Кешіріңіз, егер де шынымен де бүгін жинап берген Дәурен мырзаға 3 миллион теңге қажет, бүгін бірақ біз бүгін 3 миллион теңге бердік. Келді да айтты жаңағы ағамыз, Алла разы болсын деді, бір рет айтты. Ертең ол 3 миллион теңге берген адамға Алла разы болсын, Алла разы болсын, Алла разы болсын, Алла разы болсын деп айтпайды ғой, сәйкесінше егер де қайырымдылықтың межесі болатын болса, оған қайтарым алғыстың да межесі соншалықты көп немесе үлкен болатындығы айтқан тұғын. Бірақ ол тарапты да Сабыржан мырза айтқан ғой. Мен соңғы кезде айтқым келіп тұрған білесіңдер ма, мынау кубок бар. Мынау кішкентай кубок. Мен алдында дәл осы сахнада тұрып UIB кубогын алған болдым, Сабыржан екеуміз. Мынау ол кубоктан кішкентайырақ екен. Бірақ по-любому UIB-дің кубогы. Al құрметті қонақтар, қазір 15 минут ішінде жеңімпаздарды анықтап, марапаттау рәсімі болады.